Үшінші көз, третий глаз. Эзотерикадан хабар бар адамдар және де ояну процесіндегі адамдардың көп еститін сөз тіркестері. Үшінші көзді қалай ашамыз, үшінші көзбен қалай көруге болады. Үшінші көзді ашу міндетті емес, егер сіз ояну процесінде болсаңыз, немесе тіпті жаңа қадам басып келе жатсаңыз. Себебі сіз осы материалдық әлемді бағындырмай, материалдық әлемді манипуляция жасап үйренбей, яғни мына бастауыш сыныпты бітірмей, 11-ші сыныптың бағдарламасын оқудың қажеті жоқ. Ол жаққа қарай бір тәжірибе жинағаннан кейін, осы материалдық әлемнің сынағынан, сабағынан өткеннен кейін ғана бір ойланатын әңгіме негізінде. Себебі ол жерде тылсым көріне бастайды, тылсым деген дүниенің есігін аша бастайсыз. Сондықтан омыртқаңыз әлі қатаймай, ол туралы ойлаудың қажеті жоқ. Жалпы үшінші көз деген не? Мына биологиялық тұрғыдан айтқанда, егер мына маңдайдан тіке қарайтын болсақ, мына екі қасымыздың ортасындағы осы нүктеден тіп-тіке әрі қарай жүре берсек, былайша айтқанда, сол жақта орналасқан қылқан безі, немесе орысша шишковидная железа. Шыршаның шишкасына ұқсағаннан кейін шишковидная деп атаған. Мына біздің осы тұста таңдайымыздың артында мына желке жақта орналасқан. Енді бұл біздің анатомия жағынан айтатын болсақ, күннің жарығы түскенде серотонин гормонын құрады, және де күннің жарығы батқанда мелатонин гормонын құрайтын бір мидың бөлігі. Енді мен ғалым болмағаннан кейін интернеттегі ақылды сөздерді айтып, ғалымсымақ сіздерге болмай қояйын. Өзім практикпін, осы өмірді өзгерту процесін өзімнің өмірімде жүргізген. Сол өзімнің білетін жағымды көбірек айтайын. Көбіңіз білесіздер, адамның миы қатты бір қобалжып жүргенде, немесе жай күйде болғанда, ұйықтар алдында әртүрлі толқындарға бөлінеді. Оны неше түрлі ғылыми құралдармен өлшеуге болады. Яғни жүгіріп қарбалыста жүрген адамның миының толқыны бір деңгейде, ал мына сондай жайбарақат күйде немесе ұйықтар алдындағы адамның миын өлшегенде, сол толқындарын, ол басқа күйде болады. Адам ұйықтар алдында және де ұйқыдан тұрғанда адамның миы көбіне тета толқындарында болады. Және сол тета толқынға саналы түрде медитациямен кіруге болады. Тета толқынға біз саналы түрде кіргенде, сол медитация арқылы біз өзіміздің қан айналуымызды және жүрегіміздің соғысын саналы түрде реттеуімізге болады. Сондықтан мына атеистер немесе осы бір ақпаратты білмейтін адамдар бірден дәрігерге жүгінеді. Себебі атеистер тек қана денені емдейді ғой, әрі қарай рухқа үңілмейді. Себебі жан, рух деген нәрсені мойындамайды.